Сәлем, маған қосылғаныңа рахмет. Менің есімім Нұрбақыт. Бүгінгі йога жаттығуындағы мен сенің бағыттаушың боламын. Бүгінгі жаттығуларда дененің барлық бөлігіне көңіл бөлетін боламыз. Осылай алдымен тізерлеп отырып алайық. Бүгінгі йога қалыптардың барлығын көбінесе 5 рет қайталайтын боламыз, яғни төзімділік сабағы болсын. Жерге қарай тізерлеп жайғасып алған соң, қолдарымызды тізеге қойып, көзімізді жұмамыз. Ал енді бірнеше рет мұрынмен демалып. Тура осылай отырған қалпымызда енді 5 рет мысық және де сиыр қалпын жасаймыз. Көкірек алға, арқа артқа. Осылайша 5 рет. Өте жақсы. Мұрынмен тыныс ал. Тура осы отырған қалпымызда енді бір қырға қарай иіле бастаймыз. Бір қол жерге, ал келесі қол жоғары қарай беттейді де, біз осылай арқа, бел, барлық бұлшықеттердің бір қырын созамыз. Бір жаққа, осылай екінші жаққа. Тамаша. Қалпымызға ораламыз, сосын жоғары қарай қолды көтеріп, осылай шапшаң түрде саусақтарды ашып-жұмып, жоғары қарай жасаймыз. Мүмкіндігінше осылай жылдам ашып-жұмуға тырыс. 5, 4, 3, 2, 1. Тамаша. Енді тура солай алға қарай қолды беттейміз. 5, 4, 3, 2, 1. Тамаша. Ал енді біздің бүгінгі алғашқы ит тұмсығымен төмен қарап тұрған қалпымыз. Аяқтарды бүгуге болады. Өзіңе ыңғайлы қимылдарды жасай бер. Әсіресе таңертең ең бірінші бұл қимылдарың болса, бұлшықеттер көбінесе тығыз болып тұрады, қатты болып тұрады. Сондықтан абайлап, жаймендеп бүкіл қимылдарды өзің денең не айтады, соны тыңдап жасап көр. Тұмсығын төмен қаратып тұрған иттен енді планкаға ауысамыз. Осылайша бір қалыпты ұстауға тырысып көр. Тамаша. Қайтадан тұмсығын төмен қаратып тұрған итке оралсаң болады. Оң аяқ жоғарыға. Енді сарбаздың екінші қалпына жүгінеміз. Жаңағы жоғарыдағы оң аяқ жерге қарай беттесін. Екі қол жан-жаққа. Арқаны тік ұстауға тырыс. Бір терең тыныс алды. Оң қол жоғарыға, сол қол тізеге қарай беттесін. Тынысты шығару кезінде енді біз оң қолды тізеге қарай осылай бүгіп қоямыз да, сол қол жоғарыға барсын. Осылай тыныс алып, тынысты шығарудың арқасында осылайша 4 рет жасайық. Кезек 3 бұрыш қалпына келді. Бүгілген тізені жазамыз. Осылай қолдар жан-жақта болады. 3 бұрыш қалпы. Енді бір қырымызбен планка жасаймыз. Ол үшін екі қолды жерге қоямыз бастапқыда. Одан кейін екі табан бір-біріне жанасқан кезде оң қол жоғарыға қарай беттейді. Осылайша бір қырымызбен планкадан кішкене тұрамыз. Мұрынмен тыныс алуды ұмытпа. Ендігі кезекте шегіртке қалпы. Жерге аяқ, қол барлығы беттей. Денемен ішпен жатамыз. Артқа қарай екі қолмен құлып жасап, табандарды жоғары қарай көтереміз де, осылай шегіртке шығады бізде.
Енді қайтадан тұмсығы төмен қараған ит қалпына ораламыз. Сол аяқты жоғары көтереміз. Сарбаздың екінші қалыпы. Жоғарыдағы сол аяқтың табанын жерге беттейміз. Қолдар жан-жаққа, арқа түзу, баланс ұста. Терең тыныс алда. Оң қол тізеге қарай, сол қол жоғары. Тынысты шығарған уақытта сол қол тізеге қарай, оң қол жоғары. Тыныстың көмегімен осылай 4 рет жасаймыз. Үшбұрыш қалпына келіп қалдық. Бүгілген тізені жазамыз. Сол қол жерге, оң қол жоғарыға. Жоғарыдағы оң қолды жерге қарай беттеп, абайлап, енді аяқты да келесі аяқтың жанына қарай қойып, бір жаққа қарай планка жасаймыз. Оң қол жерде, сол қол жоғары, бір жақтың планкасы. Мұрынмен тыныс алуды ұмытпа. Жоғарыдағы қол жерге беттесін, дене төмен, саусақтарымызбен құлып жасаймыз. Табандар, тізе барлығы жоғары көтерілсін, шегіртке қалпы. Ал енді тұмсығы төмен қараған ит қалпына ораламыз тағы да. Енді виньяса, яғни бір қимылмен бір тыныс, жерге қарай беттейміз. Тыныс шығарған кезде арқаны жоғарға кобра қалпы, тыныс аламыз, жерден жоғары көтерілеміз. Қайтадан тұмсығы төмен қараған ит. Оң аяқтың тізесі қайтадан жоғары, енді жерге қоямыз. Жоғары қарай беттелген аттау қалпы деп аталады. Осылайша енді тіземен жерді 5 рет түртеміз. Тыныс алу керек, тыныс шығарамыз түрткен кезде. Тіземен жерді түрткен кезде тыныс шығару керек, жоғарыда тыныс аламыз. Жақсы, өте жақсы шықты. Енді екі аяқты бір қатарға қойып, осылайша орындық қалпын жасаймыз. Бүкісе артқа 5 рет еңкейеміз. Орындық қалпы, еңкею, орындық қалпы, еңкею. Енді тау қалпы, алақандарды осылай ашамыз. Тамаша. Оң аяқпен ағаш қалпын жасаймыз. Оң аяқтың тізесін бүгіп, табанды сол аяқтың тізесіне қоямыз. Қолдарды жоғарыға көтеріп бұтақтар сияқты қылып жасауға болады, немесе жүрекке осылай қойып қоюға да болады. Болды, жеткілікті. Виньясаға ораламыз. Алақандар жерге, аяқтарды артқа. Бір тыныс, бір қимыл. Жоғары қарай арқаны көтеріп кобра жасаймыз. Тынысты шығарып, тұмсығы төмен қараған итке ораламыз. Сол аяқты бүгіп осылай көтереміз. Жерге қарай аттау керек сол аяқпен. Қолдар жоғарыға, тізені жерге қарай түрткіземіз. Мұрынмен тыныс алуды ұмытпа. Тағы да осылай 3 рет. Кезек орындық қалпына келді. 5 рет еңкейеміз.
орындық, еңкею, орындық, еңкею. Тау қалпы, солға қарай ағаш қалпы, табан оң аяқтың тізесінде, қолдары жүректе немесе бұтақ сияқты жоғарыға да апаруға болады. Жақсы. Болды. Енді виньясаға ораламыз. Қолдар жерге, аяқ артқа, бір тыныс, бір қимыл. Денені жерге қоямыз. Кобра, денені созып қой. Арқаң бұлшық еттері барлығы созылсын. Тыныс шығарып, тұмсығы төмен қараған итке орал. Осыдан кейін аяқтарды қолға қарай беттеп, кішкене тербелу керек болып тұр. Бұл қалыптың аты тербелген қуыршақ. Жоғары қарай көтеріле бер. Ғибадатхана қалпы. Мен саған көріну үшін бұрылам, сен тура сол жерде жасай берсең болады. 5 рет дөңгелек жасаймыз. Тыныс ал. Ғибадатхана қалпы. Мұрынмен тыныс ал, мұрынмен тыныс шығар. Енді аяқтарды алшақ қоямыз да, алға қарай еңкейеміз. Қолдар осылай жерде болуы мүмкін, немесе белде болуы мүмкін. Қалай ыңғайлы солай жасасаң болады. Енді маласана. Табан және аяқтың саусақтарын осылай бір-біріне кішкене жақындастырып, қолды жүрекке қоямыз да осылай отырамыз. Йогалық отыру қалпы деп аталады. Өте жақсы. Енді жерге қарай отырып, көбелек қалпын жасаймыз. Алға қарай еңкею керек. Осылай отырып, 10 рет тыныс аламыз. Жаймендеп көтерілейік. Жартылай көбелек қалпын жасайық. Ол дегеніміз бір аяқты осылай жартылай көбелек қалпында ұстап, екінші аяқты қолдағы саусақтармен осылай жоғары қарай көтеріп, бұлшық еттерді созамыз.
Тамаша. Келесі жаққа қарай. Бір аяқ жарты көбелекте. Келесі аяқты саусақтармен осылай көтереміз де бұлшықеттерді созамыз. Тізе сәл-пәл бүгулі тұрса, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Өйткені таңғы уақытта барлығымыздың денеміз құрысып тұрады. Сондықтан мінсіз түрде тізені жазудың қажеті жоқ, өзіңді қатты қинама. Жібере берсең болады. Енді қайық деп аталатын қалып. Тізе кішкене бүгулі, екі аяқ жоғарыда. Қолдарды осылай жаямыз, алақандар аспанға қарай қарасын. Осылайша өзіңді ұстай тұр. Болды, тамаша. Енді арқамен жерге жатамыз. Көпір қалпын жасаймыз. Бөксені жоғары көтереміз. Бүкіл салмақ табандарымызда. Екіде ешқандай қысым жиналмасын, барлығын босат. Денеңді бос ұстауға тырыс. Ал енді төмен қарай бөкселеріңді беттей берсең болады. Аяқтағы тізелер осылай бүгулі қалыпта, осылайша оңға және солға аяқтарды тербейміз. Көліктегі терезені жуатын заттар сияқты осылайша қимыл жасаймыз. Ал енді шавасана деп аталатын қалыпқа келдік. Шавасана деген ол осылайша әрбір йога жаттығулары аяқталған кезде өзіңнің тынысыңа оралу, денеңдегі болып жатқан кезеңдердің барлығын сезуге арналған осындай тыныштықтағы қалып. Мен сені өзіңмен өзің қалдырам. Шавасанада жата тұрамыз осылайша бірер минут. Жемендеп, аяғыңдағы, қолдарыңдағы саусақтарды қимылдатып, кішкене өзіңді оятсаң болады. Қолдарды жоғары көтеріп, кішкене созылып ал. Түрегеліп енді отырайық. Жемендеп отырып ал, жайғасып. Қолдар жүректе. Бүгінгі йоганы аяқтау үшін екеуміз бірге ом деп әуендетіп аяқтайық, жақсы ма? Терең тыныс ал. Екі қол жоғарға, алға қарай еңкейеміз. Намасте, рахмет. Менімен бірге йога жасағаныңа үлкен алғыс білдіремін.
таңертең өзіңе уақыт тауып өз денеңе деген күшті үлкен махаббат білдіргеніңе өзіңе рахмет айтсаң болады. Келесі кездескенше қош сау бол, каналда жолыққанша. Сау-сау.